Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Бразилия ресми түрде Бразилия Федерал Республикасы. Бұл жер Оңтүстік Американың ең үлкен және халық саны ең көп елі. Эквадор мен Чилиден бөлек басқа елдердің барлығымен шекаралас болған өте үлкен бір ел. Жер көлемі 8.516.000 км квадрат болған бұл ел бір өзі материктің 47,8%-ын алып отыр. 10 елмен шекаралас болған Бразилияның ең қызықты шекаралас елі Францияның жері болған солтүстігіндегі Француз Гвинеясы. Себебі бұл ел Бразилияны Еуропа елімен шекаралас етіп отыр. Қазақстаннан Бразилияға ұшып бару 20 сағаттан астам уақыт кетеді. Тіпті бір күннен де асып кетуі мүмкін. Одан бөлек Бразилия Қазақстаннан 8 сағат артта жүреді. Бразилия жерінің көп бөлігі материктің оңтүстігінде орналасқан. Бұл жер шөлдерден ормандарға, сарқырамалардан батпақтарға, тауларға дейін географиялық көптеген ерекшеліктерді қамтыған тропикалық бір ел. Әлемнің ең үлкен орманы, ең үлкен батпағы, ең үлкен сарқырамасы осы елде. Амазон жаңбырлы ормандары басқа елдер жерінде болса да, Амазон орманының 60% осы елде. Қазақстанның 3 есе үлкен болған Амазон орманы әлемдегі оттегінің 3/1 бөлігін өндіреді. Бұл ормандарда адамзат осы уақытқа дейін танып білген 9000 түрлі жануарлардың барлығы бар. Әлемдегі ең қауіпті жылан Бразилия аралдарында, және бұл аралға тек қана ғалымдардың кіруіне рұқсат беріледі. Бұл аралда әрбір метрге бір жыланнан тура келеді. Бразилияның жер көлемі үлкен болған соншалық Еуропа елдерін бір жерге жинағанмен тең. Бұл ел 26 облыс, бір федералды аймақтан тұрады. Астанасы Рио-де-Жанейро емес, Бразилия. Рио-де-Жанейро 1960 жылға дейін астанасы болған. Бразилия астана болу үшін 1956-60 жылдары 41 ай ішінде нөлден бастап құрылған бір қала. Бұл қала төбеден қараған кезде бір ұшақ сияқты көрінетін етіп жасалынған. Елдің демографиялық жағдайына қарайтын болсақ, жалпы халық саны 214 миллион. Бұл мемлекет әлемдегі халық саны ең көп 6-шы ел. Бразилия мәдениетке өте бай ел. Өйткені бұл елде әртүрлі халықтар өте көп. Бұл елде ең маңызды 3 дана нәсіл бар. Бұлар еуропалық нәсілдер, африкалықтар және үнділер. Бұл елдің халқы да, мәдениеті де, тамақтары да өте көп. Халықтың 47% қара нәсілді болса, 43% пардо, 8% ақ нәсілді, 1,5% азиялық, 0,5% болса америкалықтардан тұрады. Пардолар қара нәсілді болатындай қара емес, әрі ақ нәсіл болатындай ақ емес. Елдің оңтүстігі мен солтүстігінде дене ерекшелігі бар. Мысалға, оңтүстікте қара нәсілдер көп болса, ал солтүстікте ақ нәсілдер көбірек болады. Достар, сіздерден сұрайтыным, комментария және лайк басыңыздар. Бұл каналдың дамуы үшін өте маңызды. Білесіздер, әрдайым бұны сіздерге ескертіп отырмын, және соңғы видеоларыма шынымен де көп комментариялар келіп жатыр. Бұл үшін сіздерге алғысым шексіз, достар. Сіздердің қолдауларыңыз әрдайым мен үшін маңызды. Бұны шынымен де бағалаймын. Комментарияларыңыз, лайктарыңыз, подпискаларыңыздың барлығын бағалаймын. Сіздерге алғысым шексіз. Сол үшін қолдауларыңыз әрдайым маңызды. Бұны әр видеода сіздерге ескертемін, достар. Бұл нәрсені ұмытпауыңыз керек. Расизм бұл елдің тарихында өте үлкен проблема болып келді. Бірақ 2011 жылы бұл тақырыпта елде үлкен бір өзгеріс болды. Бірінші рет ақ нәсілді адамдар қара нәсілдерге қарағанда өте аз болды. Бразилия кезінде Африкадан ең көп қол сатып алатын елдердің бірі еді. Бүгінгі таңда халықтың 9% африкалықтар. Сол кездері Бразилия Америкадан 11 есе көп импорттаған. Шетелдерге қолдыққа жіберілген 13,5 миллион халықтың 38-ден 9% Бразилияға кеткен. Бразилия 1888 жылы ауыл шаруашылығына технология кірумен құлдыққа нүкте қойған ең соңғы ел болды. Құлдық кезеңі біткен болса да, бұл адамдар өз құқықтарының шамамен барлығынан айырылды және өз қоғамдарын құра бастады. Ал бүгінгі таңда да бұл елде расизм өте көп тараған. Халық санының 82%-ын африкалық құлдардан құраған Салвадор. Африка сыртындағы ең үлкен Африка халқы бар қала ретінде білінеді. Халықтың 65% католик, 22% протестан, 2% сепаратист, 3,2% басқа дін өкілдері болса, 8% ешбір дін өкілі емес. Бразилия ақштан кейін ең көп христиандарға ие болған ел болса, әлемде ең көп католиктерге ие болған ел. Бұған себеп Бразилияның 1500-1822 жылдар аралығында Португалияға тәуелді болуы. 1891 жылға дейін елде зайырлылық жоқ еді. Елдің діні болса христиандық еді. Тіпті бұл кездері зорлықпен христиандыққа өткізді. Қазіргі таңда жергілікті халықтың өте аз болуының ең үлкен себебі Португалия. Өйткені сол кездегі Португалия Бразилияға көшіп келген үшін өздерімен бірге Бразилия әлі таныспаған ауруларды алып барады. Сол үшін жергілікті халықтың көп бөлігі бұл ауруларға иммунитеті болмағандықтан
булардын көп бөлүгү сол кездери жоюлуп кетти. Этникалык тараптан караган кезде элдеги халктын көп бөлүгү кейбир тайпанын урпактары. Бул элде типти әлі аныкталмаган тайпалар да бар. Бул ел Жапониядан кейін ең көп жапонның өмүр сүрөтүн елі. Жалпы 1,5 миллион болгон жапондуктардын 70% Сан-Паулу каласында өмүр сүрөдү. Бразилияга жапондуктар 1908 жылдан бастап көчүп бара баштады. Бүгүнкү таңда бул элде жапон көчөлөрүн және мәдениетин көп көрүүгө болот. Бразилия испанча сөйлейтін ел ретінде білінеді, бірақ ресми тілі португал тілі. Халық саны көп болғандықтан бұл елде португал тілі ең көп қолданылатын ел. Бразилияда бір ғана ресми тіл бар болса да, ел ішінде халық қолданатын 228 тіл бар. Елдің ақша бірлігі Бразилия реалы. Қазіргі таңда бір Бразилия реалы 91 теңгеге тең. Бұл ел басқа көрші елдерге қарағанда жан басына шаққандағы табыс өте төмен. Ең төменгі жалақы 1100 реал болса, орташа жалақы 3000 реалдан төмен. Табыстың бөлінуі бойынша Бразилия әлемде ең нашар екінші ел. Елдегі ең бай 6 адамның байлығы елдің 50%-ның байлығына тең. Яғни 6 адамның байлығы қалған 100 миллион адамның табысына тең. Халықтың 50% ай сайын $50 аз ақша тапса, 40% айда 500-600 доллар ақша табады. Халықтың 9%, яғни 20 миллионға жуық адам күнде $3 табу арқылы өмір сүріп жатыр. 1,200,000 бразилиялық үйсіз. Бұл мәселені шешу үшін елге 8 миллионнан артық үй салыну керек. Риода 3 жыл ішінде үйсіз адамдар саны 50%-ға артқан. Кейбір көшелерде бұрыштарда жатқан адамдарды көруге болады. Халықтың жағдайы өте нашар. Байлар болса елдің оңтүстік бөлігінде тұрады. Бразилия дамып жатқан басқа елдерге қарағанда өте қымбат бір ел. Сан-Паулу әлемде технологиялық өнімдердің ең қымбат сатылатын елі. Бұл ел жылдар бойы инфляцияның ең жоғарғы көрсеткішін көрсетіп келеді. Тіпті 80-ші жылдары инфляция 2900%-ға дейін көтерілді. Бірақ 1995 жылдан бастап жаймен төмендей бастады. Сол кездегі маркеттер нарықта қалу үшін адамдарға бөліп төлеуге жағдай жасады, және адамдар соған үйреніп қалды. Сол үшін бүгінгі таңда да Бразилияда маркеттен бірден алатын болсаңыз, мұны 20-ға бөліп төлеуге болады. Жалпы қараған кезде бір бразилиялық әр уақыт қарыз ішінде өмір сүреді. Халықтың 60% қарызға батқан. Яғни бұл елде тауарлар өте қымбат болған үшін адамдар бұны бөліп төлеуге үйреніп қалған. Бразилия оңтүстік Америка материгіндегі елдер арасында ең көп кредит төлейтін ел. Елдің ең үлкен проблемаларының бірі жұмыссыздық. Елде 40 миллионнан астам адам жұмыссыз жатыр. Бұл жер оңтүстік Американың Нью-Йоркі деп білінетін Сан-Паулу қаласы. Бұл қала әлемнің ең ірі қаржылық орталықтарының бірі. Еуропаның кейбір елдері бұл қаланың экономикасынан да кіші экономикаға ие. Бұл қаланың бір өзі Бразилияның 30%-ық экономикасын құрайды. Сан-Паулу әлемдегі ең көп кептеліске ие қалалардың бірі. 2013 жылы бұл қала 309 км ұзындыққа ие кептеліспен әлемдік рекорд орнатты. Бұл қала 50-ден астам тікұшақпен әлемнің ең көп ұшағы болған қала. Кептелісте қалмау үшін кейбір адамдар такси орнына тікұшақ қолданады. Сонымен бірге тікұшаққа ие болған көптеген адам бар. 22 миллионнан астам адам өмір сүретін бұл қалада 8 миллионнан да көп көлік бар. Ақшасы бар бай адамдар үшін тікұшақтарды такси ретінде қолдану бұл қарапайым жағдай. Бір күннің ішінде 700-ге жуық ұшу орындалады. Бұл елдегі көліктердің 90% өсімдіктерден алынатын этанолды пайдаланып жүреді. Бразилия қауіпті елдердің бірі. Ұрлық, адам өлтіру, жалпы қылмыс жасау көрсеткіші өте жоғары, яғни әлемде 7-ші орында. Осы себепті бұл елге барғандарға бағалы тастарын, сағаттарын және камераларын көшеде көрсетпей жүруі өте маңызды. Бұл елде өз-өзіңізді қорғай алмайсыз. Бұл іс тікелей полицияның ісі. Мысалға, егер сізге бір адам шабуыл жасаса, және сіз өзіңізді қорғап, ол адамға зиян келтіретін болсаңыз, бұл жерде сіз кінәлі боласыз. Абақтыдағы қылмыскерлерге келесідей жеңілдіктер жасалған. Бір кітапты оқып бітіріп, ол туралы өз пікірін жазатын болса, абақтыдағы күндерінен 4 күн алып тастайды. Ең көп азайту алған күн саны болса 48. Күнді қысқарту үшін тағы басқа тәсіл бар. Қаланы жарық шамдарына тоқ жіберетін великтің педалын айналдыру. Осылай жасауына себеп адамның өз-өзін дамытып, қоғамға жаңа адам ретінде оралуына көмектесу. Елдегі ең үлкен мәселе болса, үкіметтің елді дұрыс басқармауы. Елдегі салықтар өте жоғары. Достар, бұл жерде сіздерге бір жаңалығым бар. Білесіздер, алдыңғы жылы мен курс шығарған едім, және курстың 90%-ық сабағын шығарған едім. Бірақ тек қана кейбір нәрселер кемеді, солардың бәрін жинақтап, осы аптаның соңына дейін шығаратын боламын.
Достар, курсты сатып алуу тек қана 4990 теңге. Егер ютубер болгум келеді, мен де видео түсіргім келеді, көп подписчигим болуын қалаймын, ақша тапқым келеді десеңіз, осы ютуберлік курсын сатып алсаңыз болады. Бағасы әрбір адамға қолжетімді, алсаңыз да өкінбейсіз. Барлық адамдар сатып ала білу үшін бағасын өте төмен жасап қойғанмын. Қолымнан келгенше сапалы жасауға тырыстым. Өзім білетін барлық нәрселерді курсқа қойдым. Курста менің 4 жылдық тәжірибемді көрсеңіз болады, достар. Астында қалдырған WhatsApp-қа жазсаңыз да болады, немесе осы жерге сайттың сілтемесін қалдырамын. Сол жерге кіріп, ең астындағы сатып алу кнопкасын басып, курсты сатып алсаңыз болады. Барлығыңызды күтемін. Олай болса, видеоны жалғастырайық. Бразилия деген кезде келесі көз алдымызға келетін нәрсе болса, фавелалар. Бір-бірінің үстіне салынғандай және бір жерге жиналғандай көрінетін үйлер мен көшелер, фавелалар әлемнің ең қауіпті жері деп білінеді. Бұл жер соғысқа қатысып жатқан елден де қауіпті болып саналады. Бұл көшелерді бандалар басқарады және бұл көшелерді басқаруға үкімет араласа алмайды. Басына бір проблема түскен адам полицияға емес, банда лидеріне бару керек. Бұл аймақтарда полицияның үкімі жүрмейді және полициялар бұл жерге кіруден қорқады, себебі бандалар полициядан да мықты. Негізінде бұл елде қару алып жүруге болмайды, бірақ бұл аймақтардағы адамдардың барлығы қарумен жүреді. Ақштағы полициялардың қара нәсілдерге жасаған қатыгездігін әлеуметтік желіде көп көреміз. Негізінде Бразилияда бұл жағдай бұдан да көбірек. Ақшта әр 37 қара нәсілді адамның біреуі полициялардың қолынан қаза тапса, бұл сан Бразилияда 23. Бұл көшелердің төбеге құрылу себебі төменнен кім келе жатқанын көре алуы. Көшелердің тар болу себебі болса, полиция шабуылы болатын болса, оңай қашалу үшін. Бұл жердегі үйлердің барлығы ұрланған заттармен құрылған және уақыт өтіп кейбір бөліктері жаңартылған. Бірақ бұл аймақ стандарт өмір сүру деңгейінен өте ұзақта. Фавелалар 19 ғасырда баратын жері болмаған әскерлер тарапынан құрылған. Уақыт өте келе құлдықтан құтылған және ескі құлдардың да сол жерге барып орналасуымен бұл топ үлкейе бастады. Осылайша фавелалар жаңа өмір сүру жері бола бастады. Бұл көшелерде денсаулық сақтау мәселесі өте қиын. Дәрі жетіспеушілігі себебінен көптеген емдеуге болатын адамдар емделе алмайды. Бразилияда орташа өмір сүру жасы 78 болса, ал фавелаларда бұл сан 48. Әрине, бұл жерде өмір сүретін барлық адамдар қауіпті емес. Қалаларда бір бөлмелі пәтер $600 жалға берілсе, фавелаларда 3 бөлмелі пәтер $100 жалға беріледі. Фавелалардағы барлық нәрсе ұрлық жолмен келген. Бұл көшелер соңғы жылдары туристер тарапынан танымал жер бола бастады. Жыл сайын 40 мыңға жоқ турист фавелаларға барады. Барлық көшелерге кіруге болмағандықтан туристерді алып жүретін арнайы адамдар бар. Бұл адамдар бандалармен жұмыс жасағандықтан өте сенімді. Адамдардың көп бөлігінің қаржылай жағдай қиын болғандықтан басқа жерге көшіп кете алмайды. Олардың көпшілігі үшін бұл жерде қалу, өмірде қалу деген сөз. Соңғы жылдары кейбір фавелаларда жағдай жақсара бастаған. Мысалға, Рио-де-Жанейроның фавеласы Хасингада өмір сүретін адамдардың 80% жұмыспен қамтылған. Ал бұл адамдардың бандалармен ешқандай қатысы жоқ. Денсаулық сақтау және кедейлік әлде бар болса да, бұларды жоюға тырысып жатқан діни ұйымдар бар. Жүргізілген зерттеулер бойынша бұл елде 26 миллионға жуық адамға ауыз су жетіспейді, ал 14 миллион адам шөп жинаумен айналысады. 84 миллион адамның үйінде болса канализацияға байланыспаған. Ал бразилиялықтар қандай адамдар? Бразилия мәдениеті негізінде ондаған мәдениеттің тоғысуымен пайда болады, бірақ адамдардың өзгермеген ортақ ерекшелігі бар. Қызу қанды және қуанышты жүрулері. Жағдай қандай болса да жалпы бақытты адамдар сезімдерін мөлшерден тыс көрсетеді. Алғаш рет танысқан адамын сүю немесе құшақтауы қарапайым жағдай. Жалпы бір адаммен сөйлескен кезде ол сізді өте жақын ұстайды. Елге барған туристердің көпшілігі бразилиялықтардың өте қонақжай екенін айтады. Көптеген туристердің айтуы бойынша, олар туристерді көбінесе үйлеріне қонаққа шақырған. Кем дегенде оларға бір кофе алып береді дейді. Кофе Бразилия мәдениетінің бір бөлігі. Онсыз да бұл ел соңғы 150 жылдың ең үлкен кофе өндірушісі. Экспортта лидер болған бұл ел әлемдегі кофенің 40%-ын бір өзі қамтамасыз етіп отыр. Бүгінгі таңда тұтынып жүрген кофелеріміздің көп бөлігі Бразилиядан келеді. Адамдарға оралатын болсақ, адамдар күтуден шаршамайды. Мысалға, бір жерге баратын автобус жарты немесе 1 сағат кеш барады. Бұл олар үшін қарапайым жағдайға айналған. Бұл елде барлық адам күтуге үйреніп қалғандықтан адамдардың ешқайсысы асықпайды. Банктерден маркеттерге дейін барлық жерге құйрық сияқты ұзын болып күтіп тұрған адамдар бар. Жалпы Бразилияны Еуропа елдерімен салыстырғанда, Бразилияда отбасылық қарым-қатынас өте жақсы.
Жастардың бір өзі жеке үйге шығуы кең тарамаған, отбасы мүшелері бір-біріне жақын жерлерде өмір сүреді және тез-тез жиналып тұрады. Тіпті апта соңы немесе айда бір рет бір отбасының үйінде жиналады. Бразилиялықтар өмірлерінде бақытты болуға тырысады. Бәлкім әрдайым бақытты болып жүрулерінің себебі осы. Бақытты болу барлығымыз үшін ең маңызды нәрсе. Бірақ бұны негізгі өмірлік ұстанымға айналдыра білу, әрбір сәттен бақыт ала білу өте қиын. Ал бразилиялықтар болса бұл нәрсені өте оңай жасайды. Оларда ең маңызды нәрсе бақытты болу. Қандай жағдай болса да бақытты болу бразилиялықтардың ең үлкен мақсаттарының бірі. Ел адамдары адам сенгісіз энергия және ритмге ие. Би билеу фестивальдері, түрлі конкурстары мен тез-тез мейрам жасайтын халық ретінде білінеді. Әр жылы Рио қаласында Рио карнавалы өтеді. 2014 жылы әлемнің ең ірі карнавал ретінде Гиннес рекордтар кітабына кірген бұл карнавал соңғы рет 2020 жылы болып өтті. Оған 7 миллионнан астам адам қатысты. Бұл елдегі адамдар әлемдегі ең атлетик адамдар болып саналады. Спорт Бразилия халқының бір бөлігі. Футболдың отаны болмаса да, бұл ел футболда аты аңызға айналған елдердің бірі. 5 әлемдік кубок жеңіп алған тек ел Бразилия. Әлемде де ең көп керемет футболшылар шығарған елдердің бірі. Елде экватор сызығының дәл ортасында орналасқан бір стадион да бар. Ол стадионның орта сызығы экватор сызығымен бірдей деп айтылады. Ал Бразилияның ең тартымды нәрселерінің бірі бұл ауа райы. Бір айдан бөлек, жылдың басқа барлық айлары жылы болып өтеді. Ауа температурасы 15-40 градус арасында тұрады. Ауа райы ыстық болу себепті, халықтың көп бөлігі теңізге жақын жерлерде өмір сүруді таңдайды. Ең үлкен жағажайда Бразилияда орналасқан. Елдің символдардың бірі 38 метр биіктіктегі 635 тонна болған құтқарушы Иса ескерткіші. 2007 жылдан бері бұл ескерткіш әлемнің 7 кереметі деп танылады. Бір видеоның да аяғына келдік. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Сіздердің лайктарыңыз, комментарияларыңыз өте маңызды. Келесі видеода қандай нәрселер туралы көргіңіз келеді? Мұны да комментарияға жазып кетіңіз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.